Қоғамымыздағы адами дағдарыстың негізінде экологияның әсер жатыр десек қателеспеспіз. Баланы жастан демекші, бала тәрбиесінде ең алдымен қоршаған ортасын қорғауды үйреткен абзал. Балаңыздың үмітті ақтар үлкен азамат болып өсуі үшін тәрбиені жетімді біліммен ұштастырған жөн. Қазір не түрлі үйірмелер, жеке мектептер, спорттық секциялар бар. Бірақ баға жағынан аспандап тұр. Мектеп оқушысының алған білімін тәжірибеде сынайтын алаңы аз. Қалтаңыз қалың болса ғана көтере аласыз. Не болмаса баланың тәрбиесін ғаламторға, шетелдік жат мәдениетке, көше өміріне еркін жібересіз. Айтпақшы, қаламызда біз біле бермейтін қосымша білім беретін, тәрбие салатын ұжымдар көп екен. Соның бірі жас натуралисттер станциясы. Станцияда бала сапалы деңгейде экология жөнінде ұғымын ұштай алады. Жалпы оқу бағдарламасы оқу жылына жоспарланады. Оның мысалы сентябрьдің қыркүйек айының 15-нен бастап мамыр айының 25-не дейін бір оқу жылы болып табылады. Содан соң ары қарай оқу жылы аяқталады да жазғы уақытта мынау өзіміздің участоктеріміз осы станцияның ауласында әрбір үйірмеге бөлінген участоктер бар. Сол участоктерде өздерінің таңдаған бағыттарына қарай жаңағы әртүрлі көкөніс дақылдарын, бір жылдық гүлдер, көп жылдық гүлдер деп осылай бөліп алып өздері өсіріп, жаңа дәрілік өсімдіктерін кептіріп, мезгілде жаңа өзінің талабына сай дақылдарын, дәндерін, тамырларын кептіріп коллекциялар жасайды. 19 ғасырда салынған көне көпес үйінде орныққан кішкене ғана ғимаратта экологиялық бағыттағы 10 үйірме үздіксіз жұмыс істеп келеді. Өсімдіктердің әліпбиінен бастап құстар күтіміне дейінгі сабақтар мектеп оқушыларына күнде ашық. Үйірмелерде оқушылар гүлдерді отырғызу, көкөністі егу, балықтарды бағу, құстарға күтім жасау, табиғи қалдықтармен панно жасаудың тетіктерін қозғайды. Қиыннан қиыстырылған боямасыз табиғи түсті дәлдікпен қолдану үлкен ыждағаттылық. Әрі теңдессіз өнер туындылары интерьеріңіздің био әрлеушісі. Бұл осы құрғақ гүлдерден жасалған композициялар өзінің өмірін ұзақ сақтайды, себебі олар кепкен. Соның ішінде құрғақ гүлдер, сухоцветы деп аталатын гүлдер бар. Бөлек олар өздерінің түсін, пішінін жоймай сол күйінде қалпында кеуіп, өзінің өмір сүру ұзақтығы бірнеше жылға созылады. Сол арқылы әртүрлі үйлерді, сауда орындарын болсын, офистерді безендіруге, әсемдеуге, сондайларға өте қолайлы. Бұл жерде модернизация ағымында адаспай заман талабына сай болу үшін кітаптарда айтылмаған өзге елдердің де тәжірибесі қолданылады. Сонау 90-шы жылдары осы жерде томаттың жаңа сорты титан сыналды. Бүгін дәрілік өсімдіктің сирек кездесетін түрлері бапталады. Атырау-атырауында кездеспейтін балықтардың түрлері күтімде. Сонымен қатар өзіміздің қара сазанымыз шабақтайды. Станцияның бірнеше маманы аудандармен де тығыз байланысқа ниетті. Бұл жерге өздері ниет еткен 800-ге жуық шәкірт қала мектептерінен табандайды. Табандылары талмай талаптанып флора мен фаунамен тіл табысады. Алайда мейлінше енді жарнамалап жатамыз дегенмен де жаңағы осы зерттеу жағына ден қойып жатқан жоқ биологиялық бағытта. Енді бірақ та бізде лаборатория жоқ, ондай мүмкіндігіміз жоқ, лабораториялық классымыз жоқ, және ондай құралдарымыз жоқ. Енді болашақта болса әрине оған арнайы кабинет керек. Біздерде қазір оқу кабинеті кішкене тапшылығы жағынан. Қосымша білім беру жүйесінде жас натуралисттер станциясы 60 жылдан бері үздіксіз жұмысын жүргізіп келеді. Станция аумағында әдістемелік тәжірибелер сыналатын жылыжай жұмыс істейді. Жылыжайда өсімдіктің 50-ге жуық түрі шешіндірілген, сонымен қатар көкөністің де бірнеше түрлері тұқымын жаюда. Жаратылыстану пәнінің мұғалімдері бұл жерде өзіндік бұрышын ашқан. Бұрыштағы өсімдіктердің түрлері әр алуан және жыл сайын қатары толығып отырады. Соларды күнделікті беріп тұрамыз екен, әртүрлі. Мысалға, қиярдың қабығын. Біз келгенде орнитолог маман бастауыш сыныптағыларға құстың ұялауы жөнінде түсінік беру үстінде. Құстардың әсіресе көктемде ұялайтын қара торғайдың ыңғайлы жатағын жатық түсіндірді. Құстар туралы көп білдім. Мен жас универсал ұйымының мүшесімін. Құстарды бағу, өсіру, жем беру, тағы басқа жағдайлар түсіндіреді. Сабақ қызық. Сабақтан құстарға ұя салу, құстарға таныстыру, жем салғыш жасауды үйренеміз. Құстарды күтуді.
жасап көрген жоқпын, бірақ қолымнан келеді деп ойлаймын. Сосын 20 сантиметр отырып өлшейміз. Сосын мынаны аламыз да былай мына жерге қойып шегемен қағамыз. Мұны бірінші 20 сантиметр деген өлшеп аламыз. Келесі мына жегелерді алып балғамен қағамыз. Жыл сайын станцияда білімін түлеткен балалар республикалық сайыстарда бақтарын сынайды. Трэш арт ғаламтор бәйгесінде жүлде алып жүр. Энергияны үнемдеу бойынша форумдарда озық, қолдан шығарған бұйымдарын көрмелейді. Қосымша білім беру мамандарын даярлау облыста мүлдем болмағасын станцияда университетті тәмамдаған бакалавр мамандар дәріс береді. Жуырда жас натуралисттер және экологтардың республикалық форум өтті. Табиғи қалдықтарға екінші өмір сыйлау, баламалы электр энергиясын табу форум тақырыбы. Болашақта станция облыс мектептерімен жүйелі жұмыс жүргізгісі келеді. Қала әкімдігімен тығыз байланысқа шығу жоспарда. Ортақ мақсат алда келетін экспоға жанама болса да үлес қосу.